қарасаңыздар агланима деген гүлім. Агланиманың пайкао или зебра или ивен грин деген сорты. Әлі кішкентай болғаннан кейін білінбей тұр. Негізі больше зебра деген сортына ұқсайды. Біліп жатсаңыздар, астына жаза кетсеңіздер. Пайкаоға да ұқсап тұр, ивен грин деген сортына да ұқсап тұр. Бұл агланима гүлдейді, бірақ кішкентай ақ гүлдейді. Гүлі онша әдемі емес, жапырағы әдемі. Басында осындай ала жапырақты болып шығады да, кейін осындай түсті болады. Сабағы аппақ, өте ерекше. Топырағына, универсальный топыраққа перлит араластырдым. Кішкене торф араластырдым, мох араластырдым. Осындай тар горшокты жақсы көреді, қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес. Мынау астыңғы жапырақтар кішкене сарғайды, ол ештеңе етпейді. Астыңғы жапырақ сарғайы қалыпты, ең бастысы жапырақ тоқтатпай шығара береді. Осындай батыс терезеде тұр, жарық жерде, күн тіке көз түспейтін терезеде тұр.